Біз бүгін Англияның Лидс қаласындамыз. Гүлшекер Қуанбай ханым. Папамға айтқан кезде 13 жастағы ғана қыз едім. Қазақстандағы ажырасу мәселесі, отбасылық кикілжің, өзіңді өзің бағаламайсың, самооценкаң төмендеп кеткен. Бірақ мен саналы түрде білем, қабылдадым оны. Ода жоқ ол қабілет, ода артқы орында. Ал мен де бірінші орында. Гүлшекер апай, біз екеуміз сөйлессек, таңды таң ұратын сияқтымыз, Өзін өзі тану деген сабақ бар ғой Қазақстанда. Осыны өткізу керек қой негізі. Алла разы болсын. Осы біліміңіз қайырлы білім болсын сізге. Әмин. Тек өзіңізге ғана емес, өзгеге де ақыл кеңес бере алатын деңгейіңіз бар, болады деп ойлаймын. Сондықтан Англиядағы өміріңіз, алдағы уақытта Қазақстан үшін қызмет ететін болсаңыз, онлайн платформалар керемет дамып кеткен ғой енді. Бұл жақта отырып та жасай аласыз. Сондықтан сәттілік тілеймін. Жақсы.